Әлі таң атқан жоқ қой. Әпкелерім қайда кетті? Айша, тұршы, мама мен әпкетайлар бізге айтпай тығылып тамақ жеп жатыр. Тамақ, бізге айтпай. Бізге айтпай неге тамақ жеп отырсыздар? Сендер неге тұрып алдыңдар? Ақыры тұрып алған екенсіңдер, келіп тамақ ішіңдер, қазір бәрін айтып беремін. Рамазан бұл жан дүниемізді жамандықтан арылып, жақсылыққа толтыратын рухани демалыс айы. Бұл уақытта адамдар өздерін жаман әдеттен тыйып, жақсылық жасауға жарысады. Пен судан тыйылу арқылы сабыр сақтауды үйренеміз. Аштықты сезіну арқылы біз әлемдегі тамағы жоқ, мұқтаж жандардың күйін түсінеміз. Бұл бізді барымызды бағалауға және бөлісуге үйретеді. Ораза тек асқазанның емес, тілдің және жүректің де оразасы. Бұл айда ұрыспау, өтірік айтпау және ренжітпеу өте маңызды. Сәресі. Күн шықпай тұрып ішілетін таңғы асы. Ауызашар, отбасымен жиналып, тамақтану сәті. Ифтар ма? Қызық екен. Анашым, онда бүгіннен бастап мен де ораза ұстаймын. Мен де ұстаймын.